Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға 17 мамырға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Тоқтылар бұл күні біраз шу шығарып, өз жетістіктерін айтып мақтануға әуес болады. Жұлдыздар бір сәт тоқтап, демалыс алуға кеңес береді. Сондай-ақ айналадағы адамдарға жұмсақ мінез танытып, өсек аяғының туындауына жол бермеңіздер дейді жұлдыздар. Торпақтар бұл күні бір орында отыра алмайды, олар алыс жақын сапарларға аттанады. Жұлдыздар бұл шешімдеріңізді қолдайды, себебі сол сапар барысында сіздер іздегендеріңізді табасыздар. Жаңа білім, жаңа адамдар, қаржылық табыс көздерін. Егіздер, сіздер бұл күні жолы болғыштардың қатарындасыздар. Жұлдыздар жаңа істі күннің бірінші жартысында бастауға кеңес береді. Шығармашылықпен айналыссаңыздар, сіздерді сәттілік күтіп тұр. Сондай-ақ белсенді демалысқа мән беріңіздер. Бұл күн жағымды жаңалықтарға толы. Шаяндар, күннің екінші жартысында жұмыстағы қысымнан бастарыңыз ауыруы мүмкін. Өз денсаулықтарыңызға ұқыпты болғандарыңыз абзал. Бұл күні ашуға бой алдырсаңыздар, ұрыс-керістің ортасында қалуларыңыз мүмкін дейді жұлдыздар. Арыстандар, бұл күні өздерін қапаста қалғандай сезініп, барлық нәрседен еркін, бос болуды армандайды. Алайда отбасының алдындағы міндеттері оларды үлкен қиындықтардан алып қалады. Бұл күні 1 минут бос уақыт қалдырмаңыздар, себебі жұлдыздар 17 мамыр күні сіздер көп тірлікті тындырып қана қоймай, жаңа күш-қуатқа ие боласыздар деп уәде беруде. Бикештер, бұл күні рухани байлыққа баса көңіл бөледі. Олар өздерінің әр қадамына жоғары сезімді сипат табуға тырысады. Жұлдыздар бойдағы энергияны ойға ғана емес, нақты тірліктерге де жұмсауға кеңес береді. Таразылар, аздап дерттеріңіз сыр берсе, таң қалмаңыздар. Күн сондай дейді жұлдыздар. Қанша ашу қысып тұрса да, бала-шағаға айқайламауға тырысыңыздар. Сондай-ақ тек өз құқықтарыңызды қорғай бермей, өзгелердің де жағдайына қарасып, ортақ келісімге келуге икемді болыңыздар. Саршаяндар, бұл күні өмірдегі ең басты сауалдардың бірін шешетін болады. Кіммен жұмыс жасайды, немесе кіммен өмір сүреді? Жұлдыздар көптеген саршаяндарды бас айналдырарлық отбасылық өмір күтіп тұр дейді. Сондай-ақ 17 мамырға жоспарланған сапарларыңыз болса, еш себеппен кейінге ысырмаңыздар. Себебі сапар барысында демалып, маңызды шаруаларыңызды жасап үлгеруге мүмкіндік болады. Мергендер, туыстарыңызбен қарым-қатынастарыңыз жақсарады. Жаңа бағытта жұмыс жасап көруді армандап жүрсеңіздер, бұл күні ондай мүмкіндік пайда болады. Жұлдыздар, бұл күні ақ-қара түсті киімдер киюге кеңес береді. Тауешкілер, бұл күн сахнада сіздер және тек қана сіздер болу керексіздер. Өзгелер тек кедергі келтіреді. Егер ұзақ қарым-қатынастар өз мәресіне жетті деп ойласаңыздар, демек солай болғаны. Ең бастысы, өздеріңізді ауыр жұмыстармен жүктемеңіздер. Уақыт тауып медитацияға жол беріңіздер. Түс таңдаудан алтын мен тері түсіне көңіл бөліңіздер. Суқиғыштар, бұл күні оңды-солды уәде беріп жүрсеңіздер, біліңіздер, бұл сіздердің құлақтарыңызға жұлдыздардың сыбырлағаны. Дәл осы күні ішкі көзқарастарды өзгертіп, жаңа бағытта өмір сүруге ниеттенуге қолайлы. Ал отбасылық өмірде екінші жартыңыз сізге күтпеген тосын сый жасайды. Балықтар, бұл күні сүйіктіңізбен сөзге келіп қалу қаупі бар. Ал бәріне кінәлі сіздердің өзімшіл мінездеріңіз болмақ. Дәл осы күні отбасыңызға үлкен қамқорлық көрсетсеңіздер, ұтылмайсыздар дейді жұлдыздар. 17 мамырға арналған жұлдыз жорамалы осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.